Барлықтарыңа сәлем, сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін бізде қозғалатын тақырып орта тақырыбы, яғни ортаның маңызды, оның әсер ететін жақтары деген секілді тақырыпқа тоқталатын боламын. Ашық форматта душевно әңгіме еткім келіп тұр. Сондықтан да бүгінгі видео монтажсыз, тек қана шынайы түрде болмақшы. Жалпы байқайсыңдар ма, неге кейбір адамдардың жанында энергияң тасып кетеді да, и олармен тірлік істеген бір нәрсе істеген күшті болады, өте эффективный, шаршамай жүресің. Ал біреулердің жанында жүріп бір нәрсе істегің келеді, и сен каким-то образом іштей андай болып тұрасың, мына жақтан кетсем екен деген сияқты. Бұл достар орта, бұл аура деп аталынады. Жалпы менің түсінігімде жалпы орта деген неге бұл тақырыпты қозғадым деген сұраққа жауап берейін. Жалпы орта тақырыбын қозғауым бас себебі, өйткені менің аудиториямда көбісі негізінде қазіргі таңда оқушылар және де студенттер болуы мүмкін. Сондықтан да әлі де өз ортасын тапа алмаған жандар болатын болса, осы видеоны соларға арнағым келеді. Яғни ең бірінші ортаның маңызын түсініп алу керек. Білмеймін, қазір маған айту дұрыс емес, өйткені орта негізінде әр жасқа әртүрлі келе береді деп ойлаймын. Сондықтан да бүгін өзімнің втораж ретінде орта тақырыбына байланысты өзімнің ойымды айтқым келіп тұр. Сол, яғни кейбір адамдардың жанында энергияң тасып кетеді, кейбір адамдардың жанында бір өзіңді ыңғайсыз сезінесің, қайтқың келіп тұрады, кеткің келіп тұрады ортадан, и сен өзіңнің жайлы ортаңа барған кезде ашыла аласың. Мен бұл туралы нәрсені көбінесе интровертте түсінуім мүмкін, потому что андай ғой, мен өзім қатты бір экстравертпін деп айта алмаймын, всегда гиперактивный болып жүре алмаймын. Өзімнің ортама келген кезде ғана өте активный адам бола аламын. Олар үшін барлығын жасай аламын да. И вот поэтому сен интроверт болсаң да, немесе сен душевно әңгіме айту үшін де сенің құрап аурасы сәйкес келетін, мақсат сәйкес келетін ортаңның болған өте күшті. И поэтому мен айтқым келетін нәрсе, интроверттер де экстраверттер де өзінің ортасын өте сапалы таңдай алады. Тем более қазіргі заманда, нетворкинг мықты заманда, коммуникациясы мықты заманда ортаны сен өзің шертіп жүріп таңдай аласың. Енді шыны керек, орта негізінен ол сені қоршап жатқан адамдар, қоршап жатқан адамдар, олар сенің ортаң. Бізде орта негізі балабақшадан қалыптасады, біреулерде мектептен қалыптасады, яғни сенің жүретін кругың болады. Универге барған соң сенде қалыптасатын клубтар, немесе бір орта пайда болады группаластардан бөлек, немесе жұмыс істейтін ортаң, жұмыс істейтіндер болса. И поэтому қазіргі таңда енді студент болайын деп жатқан, немесе әлі де енді студент болып жатқандар, барлықтарыңа айтқым келетіні, орта әркімге әртүрлі келеді. Мысалы, біреуде универ бойы сәтсіз орта болуы мүмкін, бірақ та сен бір жерге случайно барып қалып, ортаң сәйкес келетін, бір вайбы сәйкес келетін ортаны тапқан кезде, мынау менің ортам деп, оларға шексіз махаббатыңды білдірте аласың да. Вот менің ойымша, қазіргі таңда мен өз ортамды таба алдым, қай жаққа барсам да. Мысалы, мен қазіргі ортам, ол менің группаластарымнан бөлек, ол менің дамитын ортам да. Яғни олар қазір айтамын ол жағын толығырақ. Жалпы сол, яғни қазіргі таңда болып жатқан оқиғаларға өзіңнің даму салаңа байланысты адамдарды табу қатты қиын емес, өйткені әлеуметтік желі бар деген секілді, немесе бір орталар көп, түрлі кеңес өткізілетін. И сол себептен де просто так сен өзіңе қандай адам керек екенін анықтау керексің. Ең бірінші нәрсе, өйткені қандай адам керек саған, вот именно. Мысалы, сен қандай адамсың? Мысалы, сен интроверт болуы мүмкін, сен интроверт адамсың, и сен ашылу үшін саған тема сәйкес келетін адам керек. И поэтому сен неге қызығасың деген сұрақтарға жауап беруің керек ең алғашқы. Яғни сен мүмкін кітап оқуға, немесе аниме көруге, немесе бір нәрсе жинақыңа құмар болуы мүмкін, и саған сондай просто адам табылу керек та. Табылғаннан бұрын сен просто өз ісіңді жақсы көру керексің, и сенің алдынан Құдай берді, өз сондай адамдар шығарады негізінде. Ондай адамдар всегда шыға беру, бір қалай айтады, вайбыңа сәйкес адамдар көп кездеспейді, бірақ кездескен адамдарды өте қатты бағалау керек деп ойлаймын, өйткені ондай адамдар өте аз кездесуі мүмкін. Орта таңдауда бастапқы орта қалай болады, дұрыс орта қалай қалыптасады, ол көпке дейін шыдайды да. Сондықтан да каждый адамды ойқұрттан келіп тұр ма, әймен келіп тұр ма, сыйлау керек, бағалау керек деп ойлаймын, өйткені ондай адамдар иногда кездеспей қалады, көбісіне. Вот мектеп кезде бір орта бір маңызды деп айта алмаймын, өйткені ол кезде сен бір қатты таңдай алмайсың ше. Бірақ универге келген кезде, вот қазіргі оқушылар көріп отырса, универге келген кезде сендерде ашық түрде орта таңдау мүмкіндігі өте жоғары болады. Өйткені сендерде үлкен универ болады, клубтарға кіресіңдер, бір нәрселерге қатысасыңдар, форумдарға көресіңдер деген секілді. Вот сондай кездерде
өзіңнің вайбыңды біліп тұрасың. Мен кітап оқығанды, видео түсіргенді жақсы көремін, демек маған сондай жағына бір сөйлей алатын адам кездессе екен, немесе осындай идеямды қолдай алатын адам кездессе екен деген секілді бір нәрсе болуы мүмкін. И сол кезде сен түсінесің, так, мына адам маған келетін сияқты, осы адаммен лучше сөйлесіп, осы адамнан ақыл кеңес сұрап көрейін, мүмкін дамып кетерміз деген секілді. Ортаның андай болады, сау қарым қатынастағы немесе бір өзіңді кері қарай алып кететін орта болады. Соны да андай сүзгіден өткізу керек. Өйткені қазіргі таңда өмірімізде болып жатқан адамдардың барлығын сүзгіден өткізіп, қайсы сенің өміріңе келеді, қайсы келмейді, немесе бір қатаң түрде өзіңе емес өзгелерге де бір сүзгі қою керек сияқты. Яғни мына адамның мінезі ұнамай тұр, немесе менің мінезіме келмейді бұндай адам, демек мен бұл адаммен ары қарай бүйтіп күшті араласа алмаймын. Сол секілді бір сыйластықта кетейік деген секілді өзің жақтан да қоя салуға болады. Бұл менің ойымша бір қатты бір андай нәрсе емес. Басқалардың ойынша білмеймін қалай, бірақ мен үшін это нормально. Типа менің вайбым келмей тұр ма, значит мен тоқтата саламын, отношениям болды. Яғни жай отписка жасап салуым мүмкін, мысалы, немесе бір жай ғана просто сөйлеспей кете салуым мүмкін, ол ортада жүрмеуі мүмкін деген секілді жай ғана отношениямды просто да үзіп кете саламын. Причина керек емес деп ойлаймын, өйткені сен мен адам емескесің деп жүрген кезде просто ол адам ренжіп қалуы мүмкін, немесе ол адам басқа нәрсе түсініп қалуы мүмкін, и поэтому ол нәрселерге көп уақыт жұмсаудың керегі жоқ. Менің ойымша солай. Сол секілді тіпті ол адам даже саған келгісі келмей тұрғанды біліп тұрады, сезіп қоясың, бәрібір аура деген нәрсе болады ғой. Вот аура өте қатты әсер етеді маған. Өзімді жайлы сезіну үшін маған иіс те керек, и андай жағымды аура да керек. Вот сол үшін аура маңызды. Яғни адамның саған жылы қарым қатынасына сезіп тұрасың, немесе араласқысы келмей тұрғанды сезіп қоясың да. Вот сондай кездерде менің ойымша қалай айтсам болады, сезесің, бәрібір ол нәрсе сезіліп қояды. Вот, енді ортаға байланысты неге орта маңызды деген сұраққа жауап бергім келіп тұр. Біріншіден, ол орта сенің бір қорқынышыңды жеңуге арналған. Мысалы, қазір ұбт тапсырып жатқан түлектер бар, сендер случайно аз алып қалдыңдар, немесе қатты қуанып тұрсыңдар. И сол кезде сендерді психологиялық тұрғыдан регресстен шығара алатын ортаның болған маңызды. Өйткені сендер ол кезде андай болып тұрасыңдар ғой, іштегі уайымды, іштегі андай салыстыру сезімін бір өте қатты түсіп кетесіңдер, думкаға түсіп кетулер мүмкін, Оны сендер ата-аналарыңа айтуға ұяласыңдар, ашық сөйлесуге. Мүмкін подругам деп жүрген адамдар саған күлуі мүмкін, немесе бір айтқан келетін адамдар сен ойлағанда тіфт қайтармауы мүмкін. Сондай кезде өзіңнің көбінесе сол оқушыларда болады ғой, немесе бір өз жолын бастағысы келіп жатқан адамдар да болады. Яғни бір психологиялық регресске кетіп қаласың, и сен сол кезде шығара алатын ортаңның маңыздылығы. Яғни олар сені қолдайды, еш нәрсе қылмайды, бірге көтерілеміз, біз сені қолдаймыз, ең бастысы сенің қолыңнан келді деген секілді нәрсені. Вот сол психологиялық регресс кезінде саған көмектескен адамдар больше, қалай айтады, көбірек сенмен болады. Яғни олар сенің бір андай неудача кезінде де жанында болса, демек олар сені қолдай алатын адамдар деп көп жағдайда айтуға болады. Өйткені олар сенің сәтсіз кезіңді көрсе, демек олар сенің сәтті болғаныңды қалайды. Сондай көмек берген адамдар көбінесе. Сондықтан да жан-жағыңдағы адамдардың қаншалықты саған қолдау беретіндер арқылы да, немесе саған шынайы қолдау беріп тұрғанында анализ жасау арқылы ортаңды тоже анықтау болады. Және ол жағынан орта өте маңызды. Яғни сен қалап тұрған нәрсені айта алатын адамың болса, именно сол жағын сен ол адамға айтудан ұялмайтын болсаң, немесе сол адам арқылы сен тынышталатын болсаң, тогда это күшті, өте күшті. Өйткені қараңдаршы, сендерде андай болады да, іштей өзіңді жеп тұрсың, іштей андай болып салыстыру болып, мен неғып бүйтіп қалдым, сөйтіп қалдым, негізі мен бүйтуім керек еді деген кезде, ол адам сенімен сөйлесу арқылы ол нәрсені басып, ол нәрсе наоборот сен андай күшті бір нәрсеге жете алатынына көзіңді жеткізе алатын, шындықты негізі сен осы жерде дұрыс істемедің деген секілді нәрселерге салыстыру жасап отырып, сенің мықты екеніңе тағы бір дәлел болатын адамның болғаны менің ойымша тіптен жақсы деп ойлаймын да. Вот, келесі ортаның маңыздылығы немен байланысты? Ол сенің бір тәртібіңе, яғни дисциплинаға байланысты. Өйткені тағы да қалай айтсақ болады, ұбт мәселесіне келейік. ұбт тапсырып жатқан түлектер бар. ұбт тапсырып жатқан кезде сендер ойлайсыңдар, жалғыз дайындалғаннан гөрі топпен дайындалған өнімдірек екен. Бірақ сендерде андай болуы мүмкін, өзіме сәйкес орта әлі таппадым. Өйткені дайындалатын орта аз апай, немесе класстастарым аз деген секілді, класстарым дайындалмайды бой деген секілді. Вот сондай кезде айтатын, жалғыз дайындалған жоспарды бұзу өте оңай.
яғни сен тек өзіңмен өзің жүре бересің, өзім жоспарымды өзім орындап жүрмін деген секілді. Бірақ ортада болса сен чуть жауапкершілік аласың, яғни мынаның бәрі оқып жатыр ғой, неге мен оқымаймын деген сияқты нәрселер болады. Немесе ана дайындалып жатқан нәрсе уже табиғи нәрсе сияқты болып көрінеді да, хотя ол ортаның әсері. Вот сол табиғи болып кеткен нәрсе саған көбірек әсер етеді. Яғни дисциплина сақтауға, давайте бүгін кітап талдап тастайық, бүгін нұсқа талдап тастайық, бүгін андай істейік деген секілді нәрсе көбірек, қалай айтсақ болады, пайдалырақ. Яғни ол нәрсені бұзу қиынырақ болады, өйткені бірнеше адамның әсері болып тұрады. Сонда жоспар мәселесі дисциплинаға, ортаға тіптен қатты маңызды. Тәртіпті бұзбау, енді адамдарға тоже байланысты ғой. Өйткені менің жағдайымда тоже роботқа дайындалып жүрген кезде ортам болды. СТ-ға бірге дайындалатын, немесе бір нұсқа талдауға, немесе бір сондай нәрселерге бірге ақылдаса алатын, немесе бірге дайындалып кеңес сұрай алатын адамдардың болған жақсы. Неге? Өйткені бір нәрсені білмей тұрсың ба, ол біліп тұрма, демек саған түсіндіруге ұмтылады ол нәрсені. Немесе ол нәрсені саған түсіндіреді да, давайте енді сен сұрап көрейін деген секілді, сен пысықтауы мүмкін. Ол ондай пайдасы көп, жауап айта беретін болсаң. Вот, келесі нәрсе, ол орта, сен болашақта өміріңе қаншалықты әсер етеді. Мысалы, қалай айтсақ болады, қазіргі орта бір сенің бір болашақ университетіңе, немесе болашақтағы жолыңа қалай әсер етіп жатыр. Егер олар оны қолдай ала ма, немесе бір қиын ба, қойып салмайсың дегеннен гөрі, не деген уверенность, сен осындай универ таңдап отырсың ба, давай осы үшін мынандай нәрсе керек сияқты саған, давай мына нәрсені дамытып көр, немесе менде осындай универге түскім келеді, күшті мақсат қояйық деген секілді. Осындай бір жоғарғы таңдау, бір сенімді таңдау болып тұрған кезде, мен ойымша бұл нәрсені дамыту, немесе осындай жолда университет таңдау, мамандық таңдау, бір әдемі достықтың, әдемі ортаның әсері деп ойлаймын. Сондықтан да мысалы 140-та оқитындар болса біледі, 140 немесе басқа да курстарда оқитындар біледі. Яғни сен бір пән бойынша, комбинация бойынша дайындалып жатқан оқушы, екеуің бір универге түсіп қалсаңдар, сендер уже таныс болып кетесіңдер, уже сенің ортаң сол адаммен тоже толығады. Өйткені сендердің вайбтарың бір, сөйлесетін тақырыптарың бір болуы мүмкін, немесе бір өмірлік бір жолдарың ұқсас болуы мүмкін деген секілді. Вот сондай кездерде ортаңның болуы, араласа алуың, коммуникация жағы мықты бола алады. И поэтому айтқым келетіні, көп маңызды шешімдерді ақылдасқан түрде, немесе бір саналы түрде салыстыру арқылы, ортамен де белсене қатысу арқылы тоже күшті таңдауға болады. Өз басымнан өткен негізінде. Келесі ол ортадағы бәсекелестік. Ортада негізі бәсекелестік болады. Ортада бәсекелестік болады, ол сау болады, немесе улы бәсекелестік болады. Сау бәсекелестік деген іштарлығы жоқ, бір тек қолдау бере алатын орта болады. Так, мынау менен асып кетсінші, немесе мен мына екеуміз бүгін сабақ оқып, немесе қанша сағат фокус бөлгенімізбен жарысып жатырмыз. Вот осы жағынан бәсекелестік болса, это тема болады. Ал іші тарлығы бар, бір бәлен не то болып іш тарлық болады болса, тут тогда орта демек улы бәсекелестік деп айтуға болады. Өйткені андайда бәсекелестік болған кезде сан больше роль атқарып кетеді, всегда солай сапа жайында қалып кетеді. Сабақ болса сабақ, жұмыс болса жұмыстың жалпы в целом сапасы құрайды. Вот сондай кездерде бәсекелестік болған кезде мен ойымша тоқтата салу керек, өйткені бәсекелестікке түсу сау болмаса улысы керек емес. Мүмкін сол арқылы мен көбірек жетістікке жетемін деп ойлайтын болсаңыз, тогда ол чуть қателеу ой деп ойлаймын өз басым. Өйткені ол нәрсе соңында асығыстық шешім қабылдауға, немесе бір нәрсені дұрыс емес істеуге, немесе өзіңнің құндылығыңды жоғалтуға алып келуі мүмкін. Сондықтан да бәсекелестіктен бұрын талқылай алатын. Сен бір нәрсе ойлап тұрсың ба, демек олар да ол туралы талқылай алатын ортаға түсу, менің ойымша өте күшті нәрсе. Вот сондай кезде ойлану керек. Мен мына адамдармен ашық сөйлесе аламын. Вот ортаның да маңыздылығы сол ғой. Сен ортаға кіресің, ана ортаға, и сен кірген кезде любой темада или сен сөйлесе алатын темада еркін әңгіме айта аласың да. Олармен еркін әңгіме айта аласың, ол тема жайында сөз таластыра аласың, немесе ол туралы ол жақтан белгілі бір идеядан туған бір нәрседен сен нәтиже көрсете алуың мүмкін да. Вот бұл нәрсе ортаның өте қатты маңыздылығында деп ойлаймын. Сондықтан да университет таңдау барысында да, немесе мектеп кезінде де жалпы в целом ортаның дұрыс болуы, 3 адам болса да, ортаның дұрыс болмаңызды. Жалпы 5 адам деген секілді қағида бар ғой, білесіздер. Яғни 5 адам қандай болса, сен 6-шысы болып солай қосыласың жаңа. Миллионер болса миллиардер, немесе жалқау болса жалқау боласың деген секілді.
Вот сондықтан қазіргі заманда, қазіргі кезде таңдау бар кезде ортаңды шертіп жүріп таңдау керек. Яғни сен қандай адам боласың, демек саған да сондай адам керек. Жақсы болсаң жақсы орта, немесе зияны бар әдеттер болса, зияны бар әдеттерге толы орта болуы мүмкін. Сондықтан да өмірді жақсырақ таңдау, немесе осы кезеңдерде әдемі өту, жақсы естеліктерге толтыру өте күшті сезім. Яғни бір шетелге шықсаңдар да ертең орта болып әсер көбірек қалады. Яғни ана қаланы көрген кезде, бір ана жерді көріп қалған кезде, біз мына жақпен келіп едік, күшті естеліктер қалып еді деген секілді нәрселер болады. Сондықтан да сондай нәрселерді қалыптастыру үшін жастық шақты, немесе жастық шақтан бастап құралған саналы, сапалы орта болашақта жалпы 3 досың болса да, 4 досың болса да адалынан болғаны менің ойымша дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да бұл видеоны түсірудегі мақсатым орта әрқашанда маңызды. Жалғыз жүріп істеймін деген нәрсе болмайды. Тіпті үлкен компанияның өзінде де жеке құрам болады. Өйткені олар ақылдаса алатын орта, дами алатын орта деген секілді қалыптасады. Сонда команда болуы дұрыс, немесе сен әңгімені ашық айта алатын, талқылай алатын, армандарың жайлы бір күшті нәрсе айта алатын ортаның болғаны адам үшін өте пайдалы, және де қартаймауына тоже әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан да әрбір таңдау кезінде, адамдарды таңдау кезінде бір нәрсе қара деп айтпаймын, бірақтан да өзіңнің ең басты болмысыңа, әңгімені еркін айта алатынына қарасаң жеткілікті деп ойлаймын. Сондықтан да бұл видеоны түсірудегі тоже басты мақсатым ортаның маңыздылығы әрқашан тағы маңызды. Ол нәрсеге бей-берекет қарауға болмайды. Сондықтан да бүгінгі видеоны ұнады деген ойдамын, душевный әңгіме айта алдым деген ойдамын. Өйткені көру өте пайдалы болады бұл видеоны. Себебі лично маған орта туралы көп адам айтпайтын. Өйткені ортаның маңыздылығы универге келген кезде қатты білінді. Яғни сен ортаңды рекордсмендермен, мықты тұлғалармен, немесе 2-3 курстың шетелге оқып келген тұлғалармен, бір нәрсеге жетістікке жеткен тұлғалармен болса да қалыптастыратын болсаң, сонда да сенің ол жетістікке жету мүмкіншілігің 2-3 есе жоғары. Сондықтан да универге түссең де, жұмыс істесең де ортаңды қалыптастыру, дами алатын, өзіңе ұнайтын бір әдемі вайбтағы, аурасы таза ортамен қалыптастырсаң, онда сенің жетістікке жету, немесе ол адамдардың сенің өміріңе кері әсер ету мүмкін емес. Сондықтан да осы нәрселерден қателеспеуіңді сұраймын. Өйткені сен ортаңа қарап, сен қандай адам екеніңді білуге болады. Сондықтан да барлықтарыңа сәттілік, бұйырса универді сәтті бастап, әдемі орта, клубтарға, әдемі жерлерге барып, күшті адамдармен танысасыңдар деген ойдамын. Нетворкинг, коммуникация әрдайым маңызды. Олар сендердің дамуларыңа тікелей әсер етеді. Сондықтан да тағы да қандай видеоларды күтесіңдер, және де егер де орта немесе дисциплина тақырыбында айта кететін болсақ, шамшырақ марафон ұсынарайды, реально. Потому что қазіргі таңда ОБТ бойынша жоспар құру өте қиындау, білесіңдер. Өйткені бірнеше пәнді бір уақытта оқу чуть қиынырақ жүреді. Өйткені андай болады, басың қатып кетеді, қайсысын оқитыныңды білмей. Вот сондай кездерде мен айтатын шамшыраққа тіркелуді ұсынамын. Неге мықты? Потому что сендер ол жақта тек қана жоспар құрып үйренбейсіңдер. Вот именно қана жоспар құрып үйренбейсіңдер, айлық, апталық, күндік мақсат қоясыңдар, жоспар құрасыңдар, четко құрып үйренесіңдер. Мына жаққа отзыв қалдырып кетемін. Вот сондай секілділердің барлығын құрып үйренгеннен кейін, вот сендер ойлайсыңдар, бұндай нәрсені құратын тағы да адамдар бар деген секілді. Вот осының барлығы, осы жақтан шыққан коммуникация сендердің ертең универде немесе өмірлеріңе керек тұлғалары болатынына сенімдімін. Сондықтан да 1 жылдық бойынша опыты бар шамшырақ марафоны және де жоспар құруды үйрететін марафонға шақырамын. Толығырақ ақпаратты алу үшін төменге марафон жазу, сөзін жазу жеткілікті. Ары қарай ақпарат өзім беретін боламын. Жаңадан шілде ағымына қосылу үшін төменге шамшырақ деп жазып кет, мен сені күтетін боламын. Және де ортаның маңыздылығы туралы тағы да қандай сұрақтарың бар, немесе сенің ортаң қандай, сол сұраққа жауап бере кетсең, комментарийде күтетін боламын. Және де бұйырса барлықтарыңа ұбт-ға сәттілік, ұбт-ын сәтті аяқтап, немесе универ оқып жүрсеңдер, универ сәтті аяқтап, орталардың күшті болуын тілеймін. Барлықтарыңа пока-пока. Сендермен бірге болған Кера.